насыл кішкене саясаттан, религиядан бөлек әңгіме деп па. 15 теңгеге адам сауда үйінде бірдеме аласыз деп соған барған ғой, енді үйдің жанында 2-3 аялдама ары болған екен. Өтірік кісілер, онда ештеңе жоқ екен. Бір апайды таптым өзіме. Мен сатушыға қараймын, қайсысын ұнайды, сол сатушыға барамын. Ұнамайтын сатушы болса, біртүрлі амандаспай, әсіресе қазақша жауап бермей өзінше болып тұрған сатушыға барамын. 80 теңгеден таптым, 60 теңгеден тапқан жоқпын. Мынаны өмірімде бірінші рет алып тұрмын. Фаберлікте істеген менде 3,5 ба, мен бағам 3200 ба, 3000 ба. 80 теңгеге жасап көрейікші. Қандай болады екен? Былай қырқады екен. Раушан гүлдің өмірі алмайтын едім. Қазір алғыш болып қалдым деп па. Мынандай болады екен. Ой, бұл түсіп қалды ма, не болды? Қазір көреміз. Мақтағаныңыз тойда отырады. Ой, не болды? Бұлай екен. Гидрофилді дейді, гелді дейді, әжімдерге қатысты. Менде көбіне мына көзім асты ісім тұрады. Аптасына 2-3 рет 15-20 минуттан аспау керек екен. Бұлай ғой негізінде. Иісі күшті екен шығар Раушан. Бұлай болмаса, бұлай да істеуге болады екен. Қате жасадым ба сонда? Бұлай істеуге де болады екен. Мүмкін бұлай істеп көрейікші. Білгіштер қазір жазатын шығар, олай емес, бұлай деп білмеймін. Денен барлық жеріне қоюға болады екен. Ал жарайды, 15-20 минуттен отырамыз. Мына жерге бүйтіп қойып қойдым. Сәл андай бір аштан бірдемесі бар екен. Бұлай қойып қойғанды. Андай инь-янь болып қалдым. Инь-яньді алып тастадым деп па. Күшті екен, 80 теңгеге. Әдемі болып қалды екенсің.